Мама, тұршы деймін мама, қарным ашты. Бояуы оңған футболкасының жағасындағы жыртықтан бұғана сүйегі ырсиған кішкентай Асқардың анасының жұлқылап отырғанына біраз болды. Кірі баттасқан көк диванның үстінде жұқа көрпешемен басын бүркеп жатқан шешесінің қыбыр етер сыңайы жоқ. Мама деймін, қорс-қорс жылаған бала әлсіз қолдарымен жамылғыны тағы жұлқылады. Қарным ашты ғой, бар жары, темекімен арақтан уланған дауыс барқ ете қалған. Асқар қуанып кетті. Маматай, тұршы. Анасы жамылғыны әзер ашып, ісіктен кілкілдеп тұрған қабағының астындағы көзін әзер ашқан күйі бұған қараған. Көгілжім тартқан жүзі де, кіреукеленген көзі де жиіркенішті еді. Жоғал дедім. Шешесі көрпені қайта бүркеніп алды. Жыламсыраған Асқар орнынан тұрып ас үйге беттеген. Шешесін енді мазаласа таяқ жері анық. Оңдырмайды. Өткенде бос шишамен жіберіп ұрып, басының қанын судай ағызған. Стақандар тұқыл шашылып жатқан. Дастарханы жұлым-жұлым үстелге телміре қарап бала біраз тұрды. Сосын шпроттың бос қалбырын алып, саусағын ішіне жүгіртіп жалады. Май дәмінен басқа түк жұқпады. Түбінде қалған жұрнақты түнде өзі жалап жұқтап қойған еді. Нан қиқымын да саусақпен теріп жеген. Тіпті еденге түскен қоқымды да алақанмен сыпырып аузына салған. Ол су ішпекке бұрылды. Аттай берді де кілт тоқтап, неге екені белгісіз тоңазытқышты ашты. Мұнда түк жоғын ол біледі. Жарық қиылған 3 айдан бері де үңірейіп, ішінен күлімсі иіс мүңкіп тұрған тоңазытқышқа біреу қарап тұрды да жаба салды. Сосын шөлмектен ұрттап су ішкен. Көк қарын боп көп ішкеннен су дәмінен де жүрегі лоқситын сияқты. Бір-екі рет ұрттады да қойды. Ортаңғы бөлмеге қайта келіп, сопиып тұрды да қойды. Дядя Генаны тауып алсам ба екен, деген ой жылт еткен. Тез айныды. Дүкен маңынан шықпайтын Гена тиын тебен тапса да тек ара қалады. Мұның шын аты ғалым екенін бертінде естіді. Көрші подъезде тұратын еркек мұнда жиі келеді. Жалпы келетіндер көп. Сол Гена бірде анасымен ішіп отырып, мұны еркелеткені бар еді. Үстіне балық салып, бір тілім нан берді. Тәтті суынан құйып берді. Қолыма қарға түшті деп Гена ағай лепіріп отыратын ондай күндер сирек те болса болып тұрады. Ал басқа уақытта жолауға болмайды, оңдырмайды. Ты что, закуску в хавчик превращаешь? Деп айғайлап, құлағын бұрап, арық қабырғасынан мұрап-мұрап жібереді. Қолы тастай өзінің. Асқар сонда да оның келгенін тілейтін. Тіске басарларынан бір-екі асаса да жанға қуат. Есік алдындағы қоқыстың да қожайыны сол Гена. Ақтарып жатқандарының үстінен түссе сабап тастайды. Осы маңдағы әр үйдің контейнерлерін бір-бір Гена қорып жүр. Асқар кейде түн ортасында барып ақтаратын. Қараңғыда маңдыған нәрсе табу қиын. Өткенде көгеріп кеткен бір шұжық тапқанына қуанып, тоя жебеді. 1 сағаттан кейін іші бүріп, көзі аларып, дүние шыр айналды. Аузына сасық дәм келіп, жүрегі көтерілді. Айналасын құсық пен нәжіске былғап, 5 күн сұлақ жатты. Дәрменсіздіктен кранға жетіп, қара су ұттай алмады. Шешесі тек 3-ші күні 2-3 адаммен бірге келіп еді. Шаламас екен. Басынан сипар
деп еді. Керісінше болды. Иттің баласы, үйдің ішін боқ сасытыпсың деп талмаусырап жатқан мұны 2-3 мәрте қойып жіберген. Асқар соққыны сезбеді. Шешесі болса қасындағыларға ыржалаңдап, бала ғой, кейін жуып алармын, жүріңдер, ана бөлмеге барайық деп, ас үйге кіріп кетіп, есікті жауып тастаған. Мұның қайта су сұраған әлсіз үнін естімеді. Бұл аздап, әл жинап, орнынан көтерілген кезде де шешесі үйде жоқ еді. Сол дерт мұны қатты әлсіретті. Еті қашып, өңі сарғыш тартты. Іші тоқтамайтын болды. 5-ші сынып оқуы тиіс баланың түрін қараған адам әлі де 2-ші сыныптың оқушысы деп ойлайды. Асқар ілби басып есікке беттеді. Бірден шығып кетпей, аяқ киімге арналған жәшіктің үстіне отырды. Қайда барады? Мұны көршілер де жақтырмайды. Бәрі сұстанып, жеркене қарайды. Көре қалса, айналып толғанып, азынаулақ азық беретін, жұма сайын шелпек пісіріп, Асқарға ұстататын жалғыз алтын апа бар еді. Өткенде өліп қалды. Есік алдына көп адам жиналды, Құран оқыды. Сол күні Асқар көп жылады. Неге екенін білмейді. Солқылдап, еңіреп, өз-өзін тоқтата алмады. Ақсары, етжеңді жүзінен жылылық есіп тұратын, басынан аппақ орамалын тастамайтын, сол кемпірмен бірге мына әлемнен мейірде кететінін кішкентай жүрегі сезгендей-ақ екен. Алтын апаның үйін қызы мен күйеу баласы тез сатып жіберді. Бір қара шұбар аға алған. Келгеннен бұған тиісті. Қай кезде көрсе де, мен сені милицияға өткізем, жоғал деп жекиді де жүреді. Қарны үлкен әйелі де, осыларақ подъезді састып болды деп шапылдайды. Шешесіне бәрібір елемейді, келістіріп бір бұқтайды да жүре береді. Ал Асқар дәлізге шығуға қорқатын болды. Есіктен аттап басса, аулақтау кетуге асығады. Әкем болса, ана қара шұбардың тұмсығын бұзар еді дегенді жиі ойлайды, көше кезіп бара жатып. Асқар 2-ші сынып оқып жүргенде бұлардың бақытты отбасы болды. Әкесімен паркке баратын, мұны мойнына отырғызып алып, хайуандарды көрсететін, балмұздақ, кола әперетін. Мамасы мен папасының ортасында ұйықтайтын. Мұғалім отбасыларын туралы айтыңдар деп сұрағанда, менің папам ең күшті, менің мамам ең сұлу дегені әлі күнге Асқардың есінде. Үзілісте балалар, сенің емес, менің мамам сұлу деп ұзақ таласқан. Рас, ол кезде мамасы өте сұлу еді. Одан кейін ұрыс. Күнде мамасы ұрыс шығаратын болды. Папасы да Мұрат деген біреуді айтып, түтігіп сөйлейтін. Түрі жаман болып кетуші еді. Одан кейін папасы үйге қонбайтын болды. Тек жексенбі күндері келіп, мұны құшақтап, бетінен сүйіп кететін. Қыдыртайын десе мамасы жібермейді. Бір күні Мұратты көрді, өзі үйге келді. Мамасы екеуі құшақтасып, сыбырласа беретін. Асқардың жыны ұстайтын, қызғанатын. Мұраттан аулақ жүруге тырысты. Оның да мұны еркелете қойғаны шамалы. Бірде шалбарын жыртып қойғаны үшін мамасы ұрысты. Мұрат белдікпен ұрды. Денесі тыз-тыз еткен сайын бақырып жылаған мұны жұлқып, анадайға атып жіберді де, өшірініңді өлтірем күшік деп айғайлады. Бұл мамасына тығылып еді, ол араша түспеді. Мұрат тағы да ұрды. Сосын белдікті былай тастап, мен сен нағыз еркек қыламын, түсіндің бе деп, жүзіне үңіле қарады. Түсіндің бе деймін. Бұл иә деп жылай берген. Кейін осыны іздеп келген әкесіне айтып еді, папасы ашуланып шыға келді.
үйге қарай жүгіріп, есікті солқылдата ұрды. Жүгіріп шыққан Мұратты тас еденге атып ұрып, «Сен бе еркек, тағы ұрсаң қаныңды ішемін» деп тепкілеп еді. Мамасы шырпыр болып араға түсті. Асқар болса әкесіне сүйсіне қарап тұра беріпті. Мұратты күшті, батыр деп ойлайтын. Үлкен адамның балаға бақырғаны қызық екен. Құдды бір тиіп кетсең, бақырып жылайтын Сәтбек сыныптасы секілді. Папасын түйгіштеп жүрген, мамасын түсіне алмады. Жылауық Мұратты қайтеді? Тез арада полиция келіп, папасын алып кетті. Ал бұл сол күні өлімші боп таяқ жеді. Мамасы: «Сауап саған, жында кене үйдегіні неге айтасың?» деп жайбарақат тұра берген. Сол төбелестен кейін папасын көрген жоқ. Көп ұзамай үйде тағы да ұрыс шығара бастаған. «Кет салдақыңа» деп мамасы шапылдайды. «Сендей қатын көп» деп Мұрат зіркілдейді. Ақыры ол кетіп қалды. Ал Асқар үшін ең қуанышты күн еді. Мұрат кетсе, әкем қайтып келеді деп ойлайтын. Олай болмады. Мамасы құрбылармен шарап ішетін болды. Күнде болмаса, күн ара жиналып ішеді. Ол күндерде Асқардың өкпесі жоқ. Тәтелер әдемеді. Бұған кәмпит, киндер сюрприз әкелетін. Дастархан да мол болатын. Кейін тәтелер келмейтін болды. Мамасы да жұмысқа бармайтын болды. Түске дейін ұйықтайды, ал кешкісін дядя Гена секілділер келеді. Ішеді, келер күні түске дейін ұйықтайды. Кешке мамасы мұның мектепке бармай қалғанын да білмейді. Мұғалімі іздеп келіп, үйдің сықпытын көріп, бұл баланы приютқа өткізу керек деп кеткен. Содан кейін полиция киімін киген бір тәте екеуі келіп, мұның жылағанына қарамастан көлікке тиеп әкетті. Полиция тәтенің мектеп жанындағы бөлмесіне апарып, қағаз жазып жатқан кезде Асқар қашып кетті. Түн ортасына дейін үйіне жоламай, жақын басып үйіне келсе есік ашық. Мамасы ашық-шашық ұйықтап жатыр екен. Үстіне одеяло жапты да, қатты құшақтап, бұл да ұйықтады. Асқар бұдан кейін де бірнеше рет қашты. Ақыры инспектор тәте де шаршады ғой деймін. Тиіспейтін, келмейтін болды. Асқар орнынан тұрып есіктен шықты. Подъезде іші ала көлеңке, салқын екен, ауасы да таза. Баспалдақтарды санай басып, далаға беттеді. Темір есікті шалқасынан ұстап тұрып, бұталардың арасынан сығалаған күнге қарап тұрды да жүріп кетті. Үміт жоқ, әйтеуір сүйретіліп жүріп келеді. Өстіп, қатарлас тұрған екі үйдің алдын кесіп өтті. Контейнерлер жаққа қарап еді, үйіліп, шыбыны құжынап, маңы ыбырсып жататын темір қораптардың бәрі бос екен. Қоқыс шығарушылар алып кеткен болар. Дүкен жақта Гена да көрінбейді. Асқар бос тұрған темір әткеншекке барып отырды. Папасы бар кезде әуелетіп ойнаушы еді. Қазір зауқы жоқ. Баяу ғана ырғалып, көзімен жер шұқып отыра берді. Оң аяғының ұшымен қымдауытты сызады. Кенет құм арасынан бірдеңе жылт еткендей болды. Сап-сары, тез қимылдап іліп алған. 100 теңгелік екен. Баласын ойнатқан бір адамнан түсіп қалдау. Жүрегі тулап сала берді. Алақандағы 100 теңгелікті әлемнің тұтас байлығындай қатты қысып, іздеп жүрген біреу-міреу жоқ бекен деп айналаға ұрлана қарап алды. Сосын мына жалғандағы ең үлкен қылмысын елге білдірмеу үшін орнынан баяу көтеріліп, жылыстай берді. Жан-жағына жәутеңдей қарап, тағы бір үйдің ауласынан өтті. Содан кейін ғана уф деп шекесінен шыққан суық терді сыпырып тастады. Бір мезетте кері қайтқысы келді. Біреу ақшасын жоғалтып, балалары аш отырған шығар. Бұл секілді көгерген шұжық жеп, ауыздарынан көбік ағып жатқан шығар. Асқар ойланып, ұзақтау тұрып қалды.
жүрегі сазды, басы айналды. Қойшы, деді бір уақытта күбірлеп. Кімді іздейді, кімге апарып береді? Біреу менікі деп алдап кетсе ше? Неге екенін білмейді, жылағысы келді. Папасы елестеді. Саусағын безеп, ұрлық жасасаң аямаймын дейді. Қайтарып беремін, өсейін, жұмыс деп бай боламын. Сол кезде қайтарып беремін, ұрыспашы пап. 100 теңгелікті сығымдаған Асқар өзінің күбірлеп тұрғанын сезбей де қалды. Сосын дүкенге қарай беттеді. Бір бөлке нан алып, сумен жесем деген ой тым тәтті еді. Жете бере қалт тоқтады. Әлдене есіне түскендей қалтасын ақтарды. Өңі қуарып кетті. Бұрыла сап, кері жүгірді. Үйге қарай құстай ұшып келе жатып, Асқар өзіне мұндай күш қайдан біткеніне қайран қалды. Жеп-жеңіл, баспалдақпен тез көтеріліп, үйге кірерде тоқтады. 100 теңгелікті аяқ киімнің табанына салды. Сосын есікті еппен ашып, ақырын басып төрде тұрған шифонерге беттеді. Тартпадағы ескі альбомды сілкілеп еді, бірнеше сурет пен бүктелген қағаз түсті. Бар екен. Математика дәптерінің ортасынан жұлынған парақта жазу бар еді. Ол жазуды Асқар бірнеше қайтара бастырған. Тек бірінші жолы көмескіленіп кетіп нақтылай алмаған. Көп ұстай берсе, қағаздағы сияда өшіп кететінін парақты уысынан шығармай жүрген кезде білмеп еді. Балам, деп еді әкесі бір қыдыртып жүргенінде. Балам, мына қағазды жоғалтпа. Менің туыстарым осы ауылда тұрады. Мен кетсем де осы жаққа барамын. Тірі болсам, аман болсам, адаспаспыз. Ал әлде қандай күн болып жатса, туыстарың осында екенін біліп жүр. Сақта. Өзекке теппейді. Өскенде іздеп тауып аларсың. Үйге келген соң қағазды анасына көрсетпей, әр жерге тығып жүрді. Түнде қолына ұстап жататын. Сөйтсе, сиясы кете бастапты, бастырды. Әкесінің жазуын сүйсіне отырып, қайта жүргізіп шықты. Тек бірінші жол, Атырау меді, Маңғыстау ма, ұмытып қалғанын қарашы. Асқар селк ете қалды. Дивандағы анасы аунап түсті. Жалт бұрылып еді, анасы бұған сығырая қарап жатыр екен. Мама, қарның ашты ма? Не, тамақ сатып әперейін деп педің? Анасы көтеріліп отырды. Былшылдамай ана бөтелкелерді қарашы, түбінде бірдеңе қалып па? Мама, менің қарным ашты, тамақ жейікші. Сен жалмауызақ тоймайды екенсің. Мені жұтпай тоймайсың. Баласының ызыңын көтере алмаған анасы айналасын сипақтап лақтыратын бірдеңе іздеп бастап еді. Асқар сыртқа ызыта жөнелді. Далаға шығып, аяқ киімдегі ақшаны алды да, асығыс суға салып, қайта жүгірді. 100 теңге тапқан тұста, әткеншекке сүйеніп, шылым шегіп екі адам тұр екен. Солардан секемденіп, орағыта қашты. Жүгіріп барады, жүгіріп емес, құстай ұшып барады. Бір уысында ақ парақ, бір уысында ақша, қос алақаны күйіп кетердей. Отбасындағы жанжал, сүйген жандардың бір-біріне көзіне шөп салуы, адалдық танытпауы, кішкентай ғана ғұмырдың қиналуына, осындай аштықтан қалуына, тамақтан улануына әкеліп соқтырды. Қанша жерден анасын жақсы көргенмен, ол барлығын тастап, өз туысқандарын іздеді. Ол мақсатына жетті де, тапты. Сол ауылда әкесін күтті. Әкесі сол жағдайдан кейін түрмеге түскен екен. Ал көп уақыт өтпей анасы сол өз пәтерінде отқа оранды. Қандай өкінішті тағдыр, бірақ әркім өзіне тиесілісін алады.